Сәлем достар, бүгін сіздерге тағы бір құрылғы дайындап қойдым. Сіздер өте маңызды кездесуге асығып тұрғанда кептеліс кедергі болған кездеріңіз болды ма? Егер бұндай кездеріңіз болса, кептелісті кешіп өтетін, баратын жеріңізге оңай жететін электросамокат туралы айтамыз. Xiaomi Mijia 365 Pro. Біріншісіне қарағанда үлкенірек, қуаты күштірек, бірақ қымбатырақ. Газ оң қолдың бас бармағымен басылады. Өте үлкен түсінікті дисплей. Эко режим энергия үнемдейтін режим, D стандартты режим және S спорт режим. Кішкентай және қарапайым қоңырауы бар, және сол жағында тежеуіш. Артқы дөңгелектің тежеуіші дискті өте жақсылайды, және алдыңғыда ABS электронды тежеуіш. Мынау зарядтайтын тетігі, қанша заряд қалғаны анық көрсетілген. Бас кнопкасын ұстап тұрсаңыз өшіп қалады, бір рет бассаңыз қосылады. Толық зарядпен 45 км-ге жетуге болады. Максималды жылдамдық 25 км/сағат. 6-7 жасар балаға арналған ұстауыш бар. Фары қосылады. Сапасы өте жоғары, аяқпен тұратын тақтайы сырғанамайтындай жасалған. Біріншісімен салыстырғанда 15 см-ге ұзарды. Бұл самокаттың салмағы 14 кг, көтеретін салмағы 100 кг-ға дейін. Және артында катафоты бар. Ал кеттік. Жиырма алтыға дейін барады екен, да? Бұл самокат оңай құрыластырылады және оңай қайтып жиналады. Жинау үшін ілгекті алып тастап, аяқ жағындағы құлаққа ілу керек. Сол жиналған түрде машинаның жүк салғышына оңай сыяды. Осымен электросамокаттың шолуы бітті. Каналға жазылыңыздар, келесі кездескенше сау болыңыздар.